Жеңілмейтін махаббат, сылтанат Найхан. Тырнақша. Әдебиет атты ортада ат шаптырып, бәйге алып жүрген, аты сырнып, тияға кетілген, қаншама мұңлықтардың жалпы алғанда өмірі оңып көрмеген. Бұлай дейтінім, тағдыр деген пешенедегі таңбаға ерегескендей боласың. Әдебиет әлемінде жұлдызы жанғандардың барлығын тағдырлы адамдар деседі. Сонда шын. Адамзатқа тән бір ізді ортақ тағдыр қайда қалады? Күллі әлем шаңырағындағы ойшыл қаламгерлердің өмірі бөлек тағдыр. Алла бар адамға өмірін өзі жазып берсе, өзіне қарсы тағдыр жарата ма? Жаратпас болар. Алла бар пендесін өзіне құлшылық үшін жаратқан. Ал құлшылық құшағына бар өмір сыйып кетері түсінікті. Өзіне өзі сыймайтын тағдырларды жазғырғанымыз сірә қате. Мұсылман кәпір деген адам атаның екі баласының нәсілі әсте сәлбеспес, ол анық. Мұсылмандар, кәпірлер күресу арқылы көп мәртебеге ие болары рас. Олар үшін шайтанның өзінен адамның шайтаны қауіптірек екен. Әсте дау жоқ. Үгіт насихат арқылы талайдың көз пердесі жұқарды білем. Аллаға тәубә. Әдебиет Құдайға апаратын ең төте жолдардың бірі. Не тамұққа, не жұмаққа. Жазыңдар. Алаш ислам үшеулеп кешке қарай қара көлеңкеге айнала орана бастағанда, жұрфақтың жатақханасына асығыс тарттық. Мақсатты досымыз жылан қонаққа шақырған. Арманы алып, томағасын тартқан қыранша жұлқынып тұрған тұлға. Қыз қисық мінезін танытып келеді. Нұрланның бөлмесіне үшеуміз ызғар алып кірдік. Екі адамға арналған бөлме буға бөгіп, қазандағы еттің қақпағы ән айтып тұр. Ішімізден күлдік. Бізден бұрынырақ келген ерекше бітімді бұйығып отырған орта жастағы адам көз шарамы симай кетті. Қош-қол түрінен тереңдік байқалады. Арбалы мұң. Көзі көрген жерін өмірге жылап тұр. Бұрын орында тұрмайтын ұшқыр жанар жасы тамып, тот басқан темірдей қалыбында әрең қимылдайды. Шашын қайырып тараған қайратты. Бойлы, ары денелі, тарықтай шөрке бітімді қазақ. Нағыз қазақ. Ақын екені қазанның буымен бірге бұрқырап салмақтанады. Бойынан дала мәдениеті, дала қасиетті мүңкіп тұр. Тілі де ерекше. Сөйлеген кездері кең далада түлеп, қылшығы түспеген құлан шабысындай құлан ойнақ. Көшпелі құмбырдың соңғы жүгін арқалаған түйеден қалған шомды тайлақ дерсің. Даладан қалаға келіп, бойына тым үркектеу мінез біткен. Қолында домбыра. Бір қалғанын тартып отырғаны анық. Іркілген мен аяқ киімді шешіп жатып, осы ағай сөз жоқ, Алтайдың қазағы-ау. Әмбе Қытайдың қыспағы да арқасынан батып кеткен сияқты. Елге оралған Оралман деген рудың мүшесі екен. Ішіндегі артығы Қытай жақтың қазақтары ғой шіркін. Ойымды бірден тығындап. Ассалаумағалейкум деп қолын алдым. Шешініп ағайдың сол жақ қапталына қарай төсекке қатарласып отырдық. Ең жақын отырған мен. Алаш келе ол да біз түйгенді түйсе керек. Ақын болсаң көрейін дегендей сөз сорпасын бізге қалдырып, тұр ұстап аңдып отыр. Ақын ағамыз аңғалдау адам, бірден шешіліп сөзге араласты. Арасында сұрақ тастап, ойымызды сөз жүйесін одан ары салмақтауға тырысам. Ислам жылы күліп, барынша ақын ағамызды ұнатып отыр. Ол үшін жаман адам аз, жайсаң жігіт. Өлеңдері де сондай. Алаш қуланып отырып, ақындық қуатын жаттап үлгерді білем. Тіпті келіп қалды. Өзіндік мені бар пәле емес пе? Сол кеудесі ақын қып тұрған бұны. Соған орай шын қуатта поэзия қалыбы. Ал өзім адамның бірден ақындық әлемін көретін көзім жоқ еді. Әлі барлап отырмын. Бірақ мен үшін нағыз дала ақыны. Қазір дала мен қала ақыны деп бөлетінді шығардық емес пе? Өлең оқуға өтініш жасап өлеңін тыңдадық. Маған ұнады. Ең бастысы поэзияда жоқ емес бар. Бір-екі кітабы да шығыпты. Оқымаппыз.
естімегенде болып шықтық масқара болғанда. Нұрлан қазандағы 3-4 жілігімен әуре. Әңгімесі аузында. Филфак, жүрфак болып бір ой қағыстырайық. Өлең, ән айтып отырып бір тарқасайық деп сендірді арнайы шақырдым. Көптен бері арадағы жіп үзіліп кетті. Жұмыстан да босамайтын болдық. Ағайдың жаңа кітабы шығатын болды. Соны қолға алдық, жігіттер. Нұрлан 3-4 ай болды баспада істеп жүрген. Үстелдің үстінде 2 елі терілген өлең жатыр. Ағай, Нұрлан редактор болған соң өлеңін дестелеп жеткен жайы осы болып шықты. Ішімізден қыңсылап отырмыз. Қарын ашып барады. Азаннан бері кеңірдегіңнен қара су ғана өтсе бұралмай көр. Ішіміздегі ең ашқарақ күйгелек, шыдамсыздауымыз алаш. Онымен қоса асқазан жараса сыр беріп жүр соңғы кездері. Ол да студенттік өмірдің сыйлығы. Оның емі аш жүрмеу. Бізде кезінше арасында қорқам болашағы бар әдебиетке өзгеше әуез әкеліп тұрған тұлғамда тұғырынан оны індет құлатып қояма деп. Ол тіпті қарнаш болса өлеңді жаза алмайды. 1000 жерден шабытың тіреліп тұрса да. Келгенімізге де 1 сағаттай уақыт болды. Құр қара шайды сіміре-сіміре қарнымыз бос деміріп шыға келген. Нұрлан, пісетін түрі бар ма? Қазір бір бұрқ етсін жігіттер, шыдаңдар. Сол уақыттарда байқағаным қу бұралқы дүние дегім келіп кетеді. Ақын ағамызға барлай түскен көзім көргеніне өкінді. Бағанадан бері әңгіме арасында әне кетем, міне кетем деп отырған ағамыздың да әші итше ұлып отыр, әлі отыр. Бізден ара қарны ашқан анық. Басқаны танымасақ та қарны ашқанды, мүсәпірді айнытпайтын болдық қой, тоба. Қоралы қойын сатып Алматыға келгелі қашан қара кесек ет десеңші. Денем дір ете түсті. Әдебиетке бар махаббатымызбен беріліп, жас өмірімізді қартайтып бізде шығарма жазып жүрміз. Ертеңгі біздің күніміз осындай аянышты халге түседі-ау. Өзімді аядым. Жағымпаз жазғыштарды бір рет жақсы көріп кеттім. Келеңсіз аураны сезді ме ағай қипақтай бастады. Қатты ұялды, кетейін деп орнынан тұра берді. Отырыңыз, жеп кетіңіз, пісті, я Нұрлан? Дегенімді өзімде бағамдай алмай кірер тесік таппадым. Ағай амалсыз орнына отырды. Менен басқасы жағдайды жете ұғынбай отыр. Не мен осал актермін. Сырттан тағы бір жігіт келіп қосылды, Нұрланның досы. Әңгіме басқаша таратылды. Нұрлан ағайдың алдына орта табаққа салып, ортан жілік әкеліп қойды. Базардың ет бұзалмайтын қасапшысы асық жіліктің асығын қосып жіберген. Ырсиып шығып тұр. Ақын жаратылыс оны да байқамады ма, байқаса да мұршасы болмады ма, жілікті аш қарынша тылады. Әжептәуір етті жілік еді. Минутқа жеткізбеді шамасы. Сүйек жағажайдағы жас қыздай жалаңаш қалды. Ет жеу мәдениетінің жөн-жосығын білетін ақын болса да ұмытты. 4 жігітке 4 жапырақ ет ауыз тигізгенді қызғанғандай апыл-ғұпыл болды өзі. Ет қатты, 2-3 қайнауы бойында жатқанын қылмаңдап отырған аш көзім қайдан байқамасын. Жілікті ақын білімі орасан, бір емес бірнеше кітабы шыққан ағам үшін ұялып көп дүниеден түңілгендей басым салбырап қалды. Сол екен көзім ағайдың көңілді шалбарына түсіп кетті. Көрген көзде кінә жоқ. Шалбар тозығы жетіп жел қашаған, жартастай жыртылған. 30-дан асып әлі отау да құрмағаны ер жігітке ауырсын. Әйелің болса әлекендей жалақтап тұрар едің аға. Қалтасын қаншалықты қалың екенін одан ары паш еткендей жамауға да көзім түсіп сүрінді. Тез басымды көтердім. Өлең жазып өзін құрбан еткен ағамда сол арада құшақтап сүйіп алғым келді. Әңгіме сыйлайын деді. Бәріміз тағы қара қазанға алаңдадық. Аға, ет пісіп пе деп Нұрлан дөңк еткізді. Ағамыз кібіртіктеп. Пісіпті, бірақ бір қайнау ішінде сияқты. Біраз қайнатыңдар деп шырын айтты. Есіктен көпке танылып жүрген қаламдас замандасымыз ақын жарқын келе. Ассаламуалейкум аға. Жағдайыңыз қалай деп әлгі ағайымызбен
әмпе-жәмпе шұрқыраса қалды. Жерлес қаламдас бұрыннан етене таныс ағасы екен. Отыра кетіп әңгімені қойыртпақтап келді. Тағы кітап шығарайын деп жатыр екенсіз. Жақсы өлеңдер жазыпсыз. Қасқайып еңбектендіңіз. Өзіндік қазақ әдебиетінде қолтаңбаңыз қалды әйтеуір. Енді тұратын бір баспана тауып алсаңыз, сырмағыңыздың өзі сыз өтпес табанға жаңа күніңіз туар деп қойып қалды. Төбемнен найзағай ұрғандай жүрегім шымыр ете қалды. Басым тік болса да еңсем түсіп кетті. Ол сөз өзіме батқан үшін емес, ақын ағамыздың көкірегіне батпан із мұң болып қадалғаны үшін. Іріңдеген жарасына жара жамып шырылдатқаны үшін шын қайғырдым. Ақын ағамыздың түрі тұтқыр кездей түнері қалды да, асығыс едім аман болыңдар деді де, өзін отқа салған оттон ала қашты. Бөлменің іші бір ұғып бір ұқпай қаңтарылта қалды. Түні бойы май қағаз бен шиық қаламға иек артып, таңға жақын сүлік қыладым. Қатып қалыппын. Қайтсе екен білмеймін, біреу ырбаң-жырбаң жұмалап оята алмай әуре болды да қалды. Ұйқылы ояу ыңырсып, не болды сонша деуге шамам келді. Исламның даусы. Әй тұр, кешегі ақын ағайың, қайтыс болыпты. Не? Қалайша? Көрпені түре теуіп, умаж денем сәт өтпей жазылып, сұрауға толы үрейлі пішінмен Исламға қарадым. Кеше түнде машинаға деп кібіртіктеп сол пиццада қалды. Сонда өзін кешегі біздің тірлігіміз зіл кубалмен соққандай терек денем шарт айырылды. Құрыс сырысымды тосын жай тегістеп жіберген. Ұйқым қаныпты ғой. Пыс-пыс етіп киіне бастадым. Асығыс. 99-шылықтың бірі сау емес. Құрып кеткір. Аударып төңкеріп бірдеңені кидім де. Сағат неше болды деп қоям. Пойызға асыққан апасының баласына ұқсап. Алаш бары білінбей отырған қуғасқа. Торбаңдап қайда барасың? Ал бардың, кімің еді ол? Бірақ обал болды, рас айтам. Мықты ақын болатын. Басын тыртырт қасып. Одан сайын сыртын берді. Жағдайды тура, салмақты қабылдайтын әдеті. Ішінен егіліп отыр екен. Налаш. Жылап жіберетіндей көрінді. Оның ішіндегі күйік ішіп алғанда ақтарылуды үйренген. Ал қазіргі отырысы жан сапырып көрсетіп күркірейді. Әй, зор күнәға баттық, байқаймын. Әлде солай болу керек болды, ажалынан бұрын. Тұтқыш шашымды қос қолмен бүріп Исламның қасына сызылып кеп отырып. Енді жүріңдер барып қайтайық та. Туған туысы бар дегендей тым болмаса барып Құран бағыштайық, сол-ақ екен Исламда күйініп. Сен осы не сасып отырсың? Құдай өзін-өзі өлтіргендердің орны тозақ демей ме? Шариғатта бұл жағдайда Құран оқып, жаназасын шығаруға қатаң тыйым салынған. Түрі қара түтін, қара жамылып отырған жалғыз сол сияқты ашуланған түрім. Қойшы сен. Өз өмірін өлеңмен әлдилеген, елі мен ұлтын сүйіп, көркем тілмен қашаған махаббат симфониясы ерекше құдірет. Құдіретті Құдай өзі беріп, өзі отқа сала ма? Көрдік қой кеше соңғы кітаптық бар өлеңін. Жұртта қалған шаңырағымды шақпай әкелген әлемге сыймас образ жасаймын деп өзі образға айналған адам ол. Бәрінен биік, бәрінен де алып, жұмбақ дүниесін, бар өмірін құрбандыққа дайындап жанын семіртіп, көк тумен көз жасын сүртіп, елден басқа ешкімді ойламай туындысы толық туып болған күні. Алдаспан өлеңімен адал қанын арқыратып тұрып өзін бауыздады. Өлеңдеріне қаны тамғанды, қойшы жуынды, тіпті сіміріп ішті. Енді ол өлеңдерге қанат өсті. Ел оқу үшін осы керек еді. Нағыз өнер белгілі бір шеңберге сыймайды емес пе? Сыймады да, сиятын жағына кетті. Оның құлшылығы осы болатын. Миссиясы орындалды. Танымадық, білмедік. Алыптар азайған заманда жағымпаз, халтурчик, бар мен жоқтың арасындағы өнердің ортасындағы еге есіміз кетіп көміліп қалдық. Елдің бәрін солай деп ойладық, олай емес екен.
Ол өлеңімен өлімімен біразды оятты. Газет чатпақтар ол туралы енді жақсылап уағыз айтар. Болды, ол арманына жеткен адам. Өнер кемесі жүгін тастап келмеске кетті. Жаназасын шығармаса шығармасын. Ол өз жаназасын өлеңмен шығарды. Елдің бәрі жер жойылып, өшпес ұлт заманмен бірге өшкенге дейін бар қазақ өз кітабынан жаназа оқиды оған. Мүмкін тұрқы қазақ еместер, қайғырма қазағым. Екі бетін күйіп, іші сыртым қайың-тоз қабықша лап етіп басталды. Алаш пен ислам толағай болып тау көтеріп отыр. Олар айтса, жылаймыз анық. Тез тұрып кетіп қалдым. Келесі күн бадырайтып қап-қара көз әйнек киген шерменделер. Шекесіне жарғанат жабысып қалған бәрі қара терек. Төрін балталап жатқандай шын өтірігі белгісіз Алла аямай берген өнеріне басып келеді. Құлақ сасып кетті. Түсінбеймін. Адам өлгенде жылау ең үлкен ақымақтық мен үшін. Сорақылық. Шын қайғырсаң мұң қайғы, жоқтау тереңде әлемнен үлкен жүрегіңде, түйсігіңде жату керек ағайын. Кейбіреулер келмей қоюы да мүмкін. Ол ақын ағамыз өлді. Алып жоқтауды көрмедік. 5 адам бұл ақынды ішіне сақтап қалды. 5-еуі де ақын, ешбір жақындығы жоқ адамдар. Жырына байланған. Десе өшіп қалатын бас шиқыл. Ертең дәл солар бірінші ұмытып кететіндер. Өлікпен бірге көшіп кете беретін шағылдағы топырақтай тұрақсыз адамдар олар. Туған туыс, бала-шаға, дос-жаран, қатын-қалаш бәрі. Рахмет ана 5-еудің біріне. Кеңсайдың бір бұрышын сатып алып бергеніне. Сонымен ақын ағамызды Мұқағали, Оралхан, Қадыр, Тұманбайлар айта берсең бір том болар. Қастарына томпитып, жерлеп, алдап әкелген молдамызға жөн-жосығын жасатып үйге қайтты. Сол күннен бастап жазғыштарымыздың газет-журналдың беттеріне қаза болған ақын туралы белгісіз ақынның белгілі өмірі, көшкен ой, кінәлі кім, қос заман, қазақ танымайтын қазамен танысты. Тағы басқа көптеген орам-орам мақала, ой толғаулар шықты. Жақсысы да бар, жаманы да бар, көп шықты. Көп ұзамай соңғы кітабы да басылды. 1000 данамен. Өте тез таралып кетті. 10.000 данамен қайта басылды. 10.000 данамен қайта басылды. Әдебиет жалқаурап кетіп еді, суық су құйғандай дедек қақты бәрі. Сол жылы ақын ағамыздың кітабы мемлекеттік сыйлық алды. Кітап 50.000 данамен басылды. Ақын қайта тіріліп келсе байып кетер еді. Болмады. Көп ұзамай белгілі драматург ағаларымыз қан тамған өлең, ақын азабы пьесаларын дүниеге әкелді. Алматы мен Астананың белді театрларында тұсауы кесіліп, өз бағасын тез алды. Тек шапалақ, көз жас, шабыттыны оятты, ой салды. Оқырманы одан сайын көбейді. Осылай ақын өзі танылып барып өлеңдерін жол ашты. Бар қазақ сүйіп оқитын ақынға айналды. Бар сергекті селт еткізген бір хабар тарады. Жаңсақ емес, тықыршып қалдық. Ақын ағамыз өлер алдында жалғыз 2 бет хатты қалдырыпты. Оқиға болған сәтте қолды болыптымыз. Қалай жеткені белгісіз хат ел патшасының қолына түсіпті. Адасып әйтеуір бір пысық журналистіміздің бірінің қолына хаттың алғашқы абзацы түсіпті. Жұмбақ. Хат қазақтың Қазақстанға жазған хаты деп аталады екен. Өзінді былай: құрметті қазақстандықтар, нән балыққа бас болған басшылар, мен деген қатардағы бір ақынмын. Менің соңғы кітабымды қынабымнан шығарып, қадайтын тұсыма қадап кеттім. Осы хатымды ел патшасы өзіңізге арнап отырмын. Өз қолыңызбен жарияларсыз. Көздеріңді деп көп нүктемен аяқталыпты. Болды, осылай шорт кесілген. Не жазды екен шіркін белгісіз. Тірісінде тірлігін көзіне айтуға жете алмаған ақын өлерін сезгенде жыл бұрын жазған жазбасын қанға малып ағызып жеткізген тұлға. Жәңгірдің жасын берсін патшаға. Хат ел ордасының сақтандыру қорында зынданға бірақ тасталыпты. Болашақ қай ғасыр ашар екен десеңші. Айтпақшы, ақын ағамыздың қабірінің басына жиі баратындар қан қызыл роза гүлі туралы қызық әңгіме таратты. Барған сайын қып-қызыл қалыбын сақтап жатады екен. Барып тұрып көрдік. Ақын ағамыздың енді үйленгелі жүрген қызы